Бүгінгі сабақта біз құлпынайдан набор жинайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай таразы қажет, кондитерский магазиннен алсаңыздар болады. Осындай пластикалық ыдыс қажет, оны қоямыз. Одан кейін нөлге келтіреміз. Нөлге келтіргеннен кейін біз шоколадымызды саламыз. Мен қазір Сикао шоколадымен жұмыс істеймін. Ол үшін мен 200 грамм ақ шоколадты өлшеп аламын. Біз 200 грамм шоколадты өлшеп алдық. Бұны біз микроволновкада әрбір 15 секунд сайын шығарып, араластырып ерітетін боламыз. Еріген шоколадымыздың температурасы 40-45 градус аралығында болуы қажет. Енді мен оны микроволновкаға өлшегенше бөлек таразыда 50 грамм осы ақ шоколадты өлшеп аламын. Яғни бүгін біз пассив әдісімен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін бізге основной массаның 25%-ын, яғни бөлек өлшеп алу керек. Бұл жерде бізде 200 грамм болса, онда біз 50 грамм шоколадты бөлек өлшеп аламыз. Егер де бұл жерде бізде 100 грамм болса, онда 25 грамм шоколадты бөлек өлшеп аламыз. Яғни 200 граммымыз бізде ыдысымызда бөлек тұрады. Ал енді біз бөлек ыдысқа 50 грамм шоколадты өлшеп аламыз. 50 грамм дегеніміз ол 200 граммның 25%. 50 грамм шоколадымызды біз салқын жерге алып қоямыз. Тоңазытқышқа қойып қоямын. Ал мен основной мына 200 грамм шоколадымды қазір микроволновкада өлшеп ерітетін боламын. Бұл шоколадымызды микроволновкаға қойып қыздыратын боламыз. Микроволновка менде обычная, самый высокий немесінде тұр. Нәрсе қарасаңыздар, высокий деп көрсетіліп тұр. Міне бір 20 секунд өтті. Ашамыз, шоколадымызды араластырамыз. Өйткені, егер де біз араластырмай 30, 40, 50 секундқа қойып қойсақ, біздің шоколадымыздың астыңғы жағы күйіп кетуі мүмкін. Ондай болмау үшін біз осылай шоколадымызды араластырамыз да қайтадан микроволновкаға қоямыз. Осылай біз әрбір 20 секунд сайын шоколадымызды қойып, қыздырып, ерітеміз. Толығымен біздің шоколадымыз ерігенше біз осылай микроволновкаға салып, шығарып, араластырып, қайтадан салып отырамыз. Міне бізде тағы да 20 секунд өтті. Біздің шоколадымыз, кейбір шоколадтарымыз ери бастады. Тағы да араластырамыз, жақсылап отырып осылай. Араластырамыз. Оған біз осындай силиконовый лопатканы қолдансақ ыңғайлы. Яғни шоколадымызды толығымен біздің ыдысымыздың шет жағынан жинап алғанға, жұмыс жасанға осындай силиконовый лопаткалар негізі өте ыңғайлы болып келеді. Тағы да бір 20 секундқа қоямыз, араластырамыз, сөйтіп шоколадымыз толығымен ергенше сөйтіп отырамыз. Сол процесті қайталап отырамыз. Бұл бізде пирометр, немесе игольчатый термометр можно. Бізде енді пирометр тез жұмыс жасайды, тез температураны көрсетеді, сондықтан мен сіздерге бүгінгі сабақта пирометрмен көрсететін боламын. Міне тағы да 20 секундта өтті, 15-20 секунд қарап отырсаңыздар, өстіп ақырындап біздің шоколадымыз ери береді. Бұл шоколадымыз бізде толығымен еріп, бір массаға айналуы қажет. Міне біздің шоколадымыз еріп кел жатыр, бір масса болады. Ішінде әлі де ерімеген коллеттарымыз бар. Бірақ енді біз шоколадымызды осылай жақсылап отырып араластырамыз. Коллеттарды тез еруіне көмектесеміз. Негізі еріген ақ шоколад пен еріген молочный шоколадтың температурасы 40-45 градустан аспау керек. Яғни 40 градустан төмен емес, 45 градустан жоғары болмау керек. Бізде қазір 37 градус көрсетіп тұр. Тағы да микроволновкаға қоямыз, біз 40-45 градус аралығына дейін көтереміз. Енді біз көпке қоймаймыз. Шоколад ери бастағанда максимально 10 секунд, 5 секундқа қоямыз. Пирометрмен өлшеместен бұрын оны жақсылап отырып осылай араластырып аламыз. Шоколадымызды. Өйткені пирометр біздің шоколадымыздың беткі температурасын ғана көрсетеді. Жақсылап отырып араластырдық. Енді шоколадымыздың температурасын өлшеміз. Бізде 45 градус деп тұр. Бұл бізде негізі максимальный градус. Енді бұған біз жаңағы бөлек алған 50 грамм коллетімізді қосатын боламыз. Міне мынау бізде 50 грамм бөлек алып қойған коллеттарымызды осы массаға қосамыз. Енді бұл жерде біз
жақсылап отырып араластырып отырамыз. Бұл жерде біздің массамыз однородный болу керек, яғни барлық шоколадный коллектарымыз еріп, бізде бір масса шығу қажет. Яғни бұл ермеген шоколадымыз барлығы ыстық шоколадтың көмегімен еріп кету керек. Сол кезде бізде темперирование процесі болады. Бұл негізі пассив әдісімен темперирование деп аталады. Бұл әдіспен клубника шоколаде жасаса да болады, плиточный шоколадта жасасаңыз болады, гүлдер жасасаңыз да болады, яғни самый классический әдіс деп үйде де жасауға болады, яғни какой-то мастерскойда да жасауға болады, барлық коллектарымыз ерігеннен кейін біз оның температурасын өлшейміз. Бізде 30 градус дейді, 30 градустық шоколадпен жұмыс істей берсе болады. Калибаутпен жұмыс істесеңіз, сыртында 2 капля болса, ол кішкене қоюлау болып келеді, сикао сияқты. Егер де 3 капля болса, ол идеально осы клубника в шоколадеға арналған, яғни молочный түрінде, ақ түрінде осындай 3 капляны алсаңыздар, жұмыс істеу кішкене ыңғайлы, бірақ 2 каплямен де жұмыс істей берсе болады. Бұл құлпынайларды мен алдын ала жуып алдым, салқын суда 3-4 рет қайтара жуып, енді оны кептіреміз. Қараңыздар, бізге осындай қағаз сүлгі қажет, омен біз осы құлпынайымыздың барлық суын осылай сүртіп аламыз. Сабағынан ұстап тұрып, осылай сүртіп шығамыз. Сол кезде біздің сабағымыздың астында да, осы жапырақтардың астында да құлпынайдың өзі да толығымен кеуіп тұру қажет. Сабағын қатты баспаймыз, өйткені ол қарайып кету мүмкін. Қарайып кетсе әдемі болмай қалады. Енді сүрттік, осындай таза құрғақ сүлгіге қойып қоямыз. Осылай біз барлық құлпынайымызды жақсылап отырып сүртіп шығамыз. Құлпынайды осындай наборға, букетке көбінесе турецкий клубниканы немесе египетский клубниканы қолданса болады. Жазды күндері біздің местный альбион деген әртүрлі Алматыдан заказ беріп алсаңыздар болады. Оптым алсаңыздар болады, немесе өз қалаңызда сатса, солардан алып істесеңіздер де болады. Өстіп, сабақтарын үстіге қарай жапырақтарын көтеріп, астын осылай сүртеміз. Одан кейін осы кептіріп қоямыз. Барлығын сүрткеннен кейін осы шоколадымызға матыратын боламыз. Енді қараңыздар, құлпынайларыңыз сіздерде қалып қалса, мен мынанды қазір наборға қолданамын. 500 граммдан қалған құлпынайларым менде қалып қойды. Осындай контейнерда, тоңазытқышта сақтаймыз. Яғни контейнердің бұл жерлерінде осындай тесіктері болу керек. Ол обязательно, өйткені біздің құлпынайымыз дем алып тұру керек. Және екіншіден қараңыз, конденсат болмау керек. Үшіншіден біз құлпынайымызды қайта-қайта қолымызбен ұстай бермейміз. Қолымызбен ұстай берсек, ол құлпынайымыз тез бұзылып кетеді. Енді қарап отырамыз, әр күн сайын біздің құлпынайымыз ішінде бұзылғаны болса, оны тастаймыз. Өйткені ол жанындағы басқа құлпынайларды да бұзып жібереді. Оны біз тоңазытқышта 3-5 градуста 7-10 күнге дейін сақтасақ болады. Осылай сақтасаңыз болады, немесе оның арасына, әрбірінің арасына осындай қағаз сүлгіні салып қойсаңыз да болады. Мен осылай сақтасам, менде осындай 7-10 күнге дейін осы құлпынайлар шыдайды. Енді біздің құлпынайларымыз кеуіп тұр, толығымен бізге осындай зубочисткалар қажет. Шоколадымыз темперированный и құлпынайымыз. Қараңыздар, біздің шоколадымыз кішкене қоюланып кетті. Бұндай шоколадпен жұмыс істеу сізге қиын болса, онда 1-2 секундқа микроволновкаға салып жіберсеңіз болады. Міне мен кішкене микроволновкада 1-2 секундқа қыздырып алдым. Шоколадымыздың температурасы 34 градустан асып кетпеу керек. Менде 32 градус деп көрсетіп тұр. Бұл жеткілікті. Қараңыз, біздің шоколадымыз қою емес, жұмыс істегенге ыңғайлы. Зубочисткамызды ашып, 2 зубочисткадан біз осы құлпынайларымыздың ішіне кіргізетін боламыз. Кіргізгенде қараңыздар, мына сабағын көріп тұрсыздар, сол сабақтың тура жанына осылай кіргіземіз. Екеуін сразу кіргізсеңіз болады, немесе осылай кіргізсеңіз болады. Қатты кіргізіп жібермеңіздер, мына жағынан біздің құлпынайымыздан шығып кетпеу керек. Біз неге 2 қолданғанымыз, өйткені біз ұстағанға ыңғайлы болу керек. Одан кейін біз сабағын ақырындап осылай жинап аламыз, жапырақтарын, қатты қыспай ұстап тұрамыз. Енді бұны біз құлпынайымызды шоколадқа матыратын боламыз. Осылай біздің жапырағына дейін матырамыз. Одан кейін артық шоколадты осылай ақырындап сілкейміз. Сол кезде біздің құлпынайымыздың бетінде ешқандай пузырьки, ештеңке қалмайды. Артық астыңғы жақ шоколадын ақырындап осылай алып тастаймыз.
но біздің астындағы құлпынайдың асты ашық болып қалмау керек. Егер де ашық болып қалса, құлпынайыңыз көрініп қалса, набордан сіздің құлпынайыңыздың суы ағатын болады. Сондықтан біздің құлпынайымыз осындай болып тұру керек. Енді осы күйінде біз оны осындай пищевой пленкаға, осындай тақтайдың үстіне пищевой пленканы жауып қойсаңыз болады, немесе осындай фольганы жауып қойып, соның үстіне осы құлпынайымызды қоя берсек болады. Немесе олар жоқ болса, онда силиконовый ковриктар да келеді, соның үстіне қоя берсеңіздер жеткілікті. Қараңыздар, егер де біз қазір бұл құлпынайымызды сразу осының үстіне қойсақ, бұның асты шоколады ашылып қалады. Сондықтан где-то 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд максимум дейді, осылай қолыңызда ұстай тұрыңыз. Егер де ұстағым келмейді десеңіз, онда сіз пеноплекске осы зубочистканы кіргізіп, осылай қойып қойыңыз. Сол кезде сіздің құлпынайыңыздың астыңғы жағы ашылып қалмайды. Егер де сіз сразу матырып, сразу осының үстіне қойсаңыз, сіздің шоколадыңыз шет жаққа кетіп қалады, мына жері ашық болып қалып қояды. Сондықтан осылай 1-2 секунд қолыңызда ұстап, одан кейін барып қойсаңыз, сіздің құлпынайыңыздың астыңғы жағы ашылмайды. Егер де ашылып қалса, тағы да су ағып кетеді деген сөз. Қараңыздар, біздің шоколадымыз темперированный болғандықтан уже құлпынай матовый болып бара жатыр. Значит, бізде бұл шоколад уже бірінші слой схватился, значит, ол уже қата бастады деген сөз. Енді біз бұны ақырындап осындай фольганың үстіне қойсақ болады. Енді мен наборда 4 ақ жасаймын, 4 қызыл жасаймын, және 4 молочный шоколадта жасаймын, розовыйда. Розовый және молочный. Тағы да осылай зубочисткамызды кіргіземіз, жинап аламыз жапырақтарын. Шоколадқа матырғанда тура біз осы жапырағына дейін матырамыз. Өйткені ашық тұрса, яғни ол әдемі көрінбей қалады. Және бұл құлпынайларды қарап отырсаңыздар, қысты күні осындай құлпынайдың мына жерлері әппақ болып тұрады. Шоколадтың астынан осындай әппақ құлпынай көрініп тұрса, конечно, ол некрасиво. Міне біз артық шоколадымыз түсірді. Міне осындай түрінде біз оны осы фольганың үстіне қойып қойсақ болады. Мен қазір где-то 1 секунд, 2 секундтай ұстай тұрамын. Шоколад кішкене қатқанын тоса тұрамын. Содан кейін ғана қоямын. Өйткені одан су ағып кетуі мүмкін. Қараңыздар, бұл жерінде кішкене ашық жер қалып қойды. Оны мен осылай матырып аламын. Өйткені наборда құлпынайдың суы шығып кеткенін мен қаламаймын. Букетке жасасаңыздар, сіздер шпажкаға сразу істеп қоясыздар, ал наборға болса, осылай істесеңіздер ыңғайлы. Міне бізде шоколадымыз матовый болып бара жатыр. Енді біз оны фольганың үстіне қоямыз. Осылай мен 4 ақ шоколад жасаймын. Енді қараңыздар, мен осы ақ шоколадтың, ақ құлпынайдың үстіне ақ шоколадпен, жаңағы қалған шоколадпен узор жасайтын боламын. Оны мен осылай кішкене бөлігін кондитерлік мешокқа құйып аламын. Қатты көп керек жоқ бізге, осы жеткілікті. Кішкене бөлігін аламыз осылай бөлек. Бұл шоколадпен біз сурет салатын боламыз, ою жасайтын боламыз. Осылай кіргізіп алып, бас жағын осылай байлап аламыз. Сол кезде бізге өзімізге жұмыс істегенге ыңғайлы болады. Бізде осындай маркер пайда болады. Міне құлпынайымыз толығымен қатқаннан кейін осы маркермен біз үстіне ою салатын боламыз. Енді маған 4 құлпынайды розовый түсте істеу керек. Ол үшін мен бұған жирорастворимый краситель қосатын боламын. Ақ шоколадты ғана біз әртүрлі түске бояй аламыз. Ол үшін мен осындай жирорастворимый красительді қолданамын. Гузман фирмасы. Әртүрлі фирманы қолдансаңыз болады. Именно розовый түсі менде жоқ. Сондықтан мен қызыл түстен кішкене ғана қосамын. Сол кезде бізде күлгін түс шығады, розовый түс шығады. Шоколадыңыз қоюланып кетсе, онда кішкене микроволновкаға 1-2 секундқа шоколадты қыздырып аламыз. Қатты қыздырып жібермейміз. Қараңыздар, красительді қазір қосып жатырмын мен. Егер де сіз толығымен розовыйдан или басқа түстен жасасаңыз, онда сіз красительді басында қоссаңыз болады. Егер де мен сияқты осылай жасасаңыздар, онда бірінші ақты істеп алып, одан кейін оны
әртүрлі түске бояуға болады. Жақсылап отырып араластырамыз. Бізде сухой краситель болғандықтан кішкене оны еріту шоколадта қиындау болады. Кішкене жақсылап отырып араластырсаңыз, краситель толығымен еріп кетеді шоколадтың ішінде. Қараңыздар, бізде нежно розовый шықты. Мен мына құлпынайларды көрсеткім келеді. Оны мен тоңазытқышқа ешқайда алған жоқпын, бірақ қараңыздар, уже біздің шоколадымыз қатып қойды. Яғни бұл бізде дұрыс темперированный шоколад деген сөз. Бөлме температурасында даже ол қатып қалады. Енді жаңағы сияқты тура біз осы құлпынайларымызға зубочистканы кіргіземіз. Жапырақтарын осылай ұстаймыз и айландырып аламыз. Бұл жерде енді қараңыздар, перчаткамен істесеңіздер де болады, немесе қолдарыңызды қайта-қайта жуып отырсаңыздар, немесе сулы салфеткамен сүртіп отырсаңыз да жеткілікті. Көбі біледі, перчаткамен жұмыс істегенде бізде наоборот микробтар өте көп болады. Сондықтан осылай таза қолымызбен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын. Бізде шоколадымыз кішкене қою болғандықтан қараңыздар, бетінде осындай пузыректары бар. Бұл пузыректі біз өстіп алып тастауымыз керек, өйткені бұл пузыректан кейін бізде құлпынайдың суы ағып кету мүмкін. Осындай клубника в шоколаде сақтау мерзімі бізде 24 сағат, яғни 24 сағаттан кейін бұл құлпынайды көпке сақтауға кеңес бермейміз, өйткені жуылған құлпынай тез бұзылып кетеді. Соны сіздер өздеріңіздің клиенттеріңізге айту керексіздер алдын ала. Біздің бұл құлпынайларымызды енді тоңазытқышқа алып қойсақ болады. Астыңғы жақтары толығымен бізде қату қажет. Енді мен олар қатқанша осы молочный шоколадта ерітетін боламын. Бұл молочный шоколадты мен темперирование жасамаймын. Бұл жерде менде тек қана 100 грамм молочный шоколад қана қалды. Қараңыздар, бұрын қалып қойған конфеттерді де қолданса болады. Яғни сіз бір рет жасадыңыз, одан кейін оны қатырып қойдыңыз. Егер де шоколад жетпей жатса, сол конфеттерді екінші рет, үшінші рет ерітіп қолдана берсеңіз болады. Темперирование жасайсыз, немесе қазір мен сіздерге тағы да бір түрін көрсетемін. Міне қараңыздар, екінші түрін мен сіздерге көрсетейін дегенім, бұл бізде шоколадты жаңағы сияқты микроволновкада ерітеміз. Әрбір 15 секунд сайын шығарып отырып, жақсылап отырып араластырамыз. Бірақ шоколад енді ери бастаған кезде біз оны кішкене көбірек араластырамыз. Өйткені біздің коллеттарымыз толығымен еру қажет. Еріген шоколадымыздың температурасы, міне қараңыздар, 31 градус көрсетіп тұр, 34 градусқа дейін болу керек. Яғни толығымен біздің шоколад 34 градусқа дейін ерісе, ол шоколадты темперировать етудің қажеті жоқ. Яғни осы шоколадпен біз жұмыс істей берсек болады. Егер де 34 градустан жоғары болып кетсе, онда оны темперировать ету керек обязательно. Өйткені ол шоколад қатпай қояды. Қараңыздар, бұл жерде менде 31 градус, шоколадым сұйық. Енді осы шоколадпен жұмыс істей берсем болады. Бұл жерде тек қана 100 грамм молочный шоколад қалғандықтан мен осылай еріттім. Енді бұны тағы да сабақтарынан құлпынайымызды жинап аламыз. Осы шоколадты шет жағына әкелеміз, егер де сізде шоколадыңыз аз болса. И соған қараңыздар, мен камераға қарап тұрып, шоколадым кішкене төгіліп кетті, түгетпейді. Осылай құлпынайымызды толығымен матырып аламыз. Артығын қайтадан осылай шығарып, сілкіп түсіреміз. Қатты сілкімеңіздер, өйткені ол тесік-тесік болып көрініп қалу мүмкін. Енді қарайсыздар, қай жағы сізге более удобный, более әдемі, со жағын енді қоясыздар. Осылай қойса болады, где-то 1-2 секунд осылай шпажкада ұстап тұрамыз. Бұл шоколадымыз кішкене қата бастады, енді оны осы фольганың үстіне қойса болады.
Міне, енді бұның барлығын осы неге қоямыз. Бізде осындай ыдыс болса, шоколад ішінде қалып қойса, осылай беткі крышкасын жауып, тоңазытқышта шоколадты сақтасаңыз болады. Келесі жолы қолданғанда оны тағы да темперировать етіп жұмыс істей беруге болады. Немесе бұл шоколадты кішкентай формаларға құйып тастасаңыз болады, немесе кондитерский мешокта, яғни осылай қалып қойса, осы күйінде тоңазытқышқа салып қойсаңыз да болады. Қазір мен міне қараңыздар, ақ, розовыйды осындай кондитерский мешокқа құйып алдым. Кішкене қоюланып кетті, бірақ оны біз қазір қолымыздың жылуымен осылай жібітіп аламыз, жұмсартып аламыз. Температурасын кішкене жылытып аламыз. Енді бұл молочный шоколадты да мен осындай кондитерлік мешокқа құйып аламын. Бірақ қазір мен осы именно молочный шоколад қатсын деп, қазір тоңазытқышқа бір 5-10 минутқа қойып қоямын. Қараңыздар, біздің шоколадымыз қатты, астыңғы жағы осындай болу керек. Біздің құлпынайымыз көрініп тұрмау керек. Көрдіңіздер, сол кезде наборда, букетте біздің құлпынайымыздың суы ақпайтын болады. Қараңыздар, барлығы бізде астыңғы жақтары осындай. Қазір көрсетсем, міне қараңыздар, розовый шоколадтың да барлығының астыңғы жақтары жабық, ашық емес. Егер де ашық болса, ол набордан суы шығып, сіздің коробкаңызды толығымен сулатып жібереді. Енді тағы да бір 5 минутқа тоңазытқышқа қоям, одан кейін ою салатын боламыз. Енді қараңыздар, біз қазір ою салатын боламыз. Ол үшін біздің шоколадымыз қатты қою болмау керек. Яғни кондитерлік мешоктың сыртынан ұстаған кезде ол жұмсақ болу керек. Біздің шоколадымыз қою болса, сурет салу да қиын болады. Егер де қоюланып тұрса, осылай қолыңызға үйкелеп, оны жылытып алыңыз. Кондитерлік мешогымыздың ұшын қатты үлкен қылып кеспейміз. Бұл жерде минимальныйдан бастаңыздар. Қараңыздар, кішкентай қылып кесеміз. Кестік, ұшын кішкене ашамыз. Енді салып көреміз. Осындай ою сізге сурет салған ұнай ма, жоқ па? Егер де бұдан да кішкене жуандау істейін десеңіз, онда жуандау істейсіз. Одан кейін қараңыз, қолыңызды үйрету үшін осындай қасық бір нәрсені алып алыңыз, ложканы, соның үстіне сурет салып көріңіз. Бірінші точка, одан кейін осылай айландырып, енді қараңыз, ровный шығу мүмкін емес. Бұл ұнамай жатса, тағы да оны алып тастап, басқа ложкаға салсаңыз болады. Міне қараңыз. Қазір тағы да сүріп тастаймыз. Пока сізде идеальный шоколад, идеальный узор шықпағанша, осылай қолыңызды үйрете берсеңіз болады. Міне қараңыз. Бұл жерде бізде главное, әрбір бұлай оратылған шоколадымыз бір-біріне қатты тимеу керек. Осылай салып қолымызды үйретеміз. Немесе осылай тарелкаға да өстіп бірінші точка салып, одан кейін өстіп домалату арқылы қолыңызды үйретсеңіз болады. Узордың әр түрлісі болады, оны сіздерге көрсететін боламын. Бұл жерде самый главный кондитерский мешоктың ұшын қатты үлкен қылып кеспеңіздер. Қатты үлкен болса, жуан-жуан болып, әдемі болып көрінбейді. Значит, бізге жұмыс істегенге ыңғайлы. Қатты жіңішке, қатты жуан болмау керек, бізде. Қараңыздар, бұл қатты жіңішке болса, біздің шоколадымыз шықпайды. Сондықтан біз оны тағы да кесеміз, тексереміз, енді сурет саламыз. Сурет салғанға ыңғайлы болса, онда солай істесеңіз болады. Ал егер де қыссаңыз, шоколадыңыз әрең шығып тұрса, онда кішкене тағы да осылай ұшағын кішкене ғана кесіп алып тастаймыз. Енді көреміз. Міне бұнандай толщина бізде идеально, бұған қарағанда. Міне біздің құлпынайларымыз толығымен қатты. Енді қараңыздар, бұл жерде можно молочныйды ақтың үстіне салса, розовыйды молочныйдың үстіне салсаңыз болады. Немесе әр түсін, әр шоколадтың құлпынай қандай түсті, сондай түспен сол құлпынайдың үстіне узор жасаса әдемі, более комбинированный болып тұрады. Яғни сіздің наборыңыз более богато көрінеді. Енді қараңыздар, мен ақ осы шоколадқа салатын боламын.
бірінші точка жасадым, одан кейін өстіп айландырдым. Енді тура сондай мына жаққа жасаймын. Қараңыздар, менде екі жақта осындай узор шықты. Ортасына осылай точкалар жасап қойса болады. Бұл ақ шоколад кішкене қою болып тұр. Қазір тағы да қолыммен оны жылытып жіберем. Қараңыздар, бізде осындай әдемі узор шықты. Енді оны біз қайтадан орнына қойып қоямыз. Шоколад кішкене қою болып тұрғандықтан мен башаңыздар бұл шоколадты тағы да осылай қолыммен жылытып жіберемін. Шоколад кішкене жылына бастаған сезген кезде қайтадан сурет саламыз, е. Қараңыздар, бірінші точка саламыз, одан кейін осылай круг жасаймыз. Енді екінші жағына тура сондай. Бірінші точка, одан кейін осылай айландырамыз. Қараңыздар, енді бізде точка салу, более точкаларымыз аккуратный болып жатыр, е. Қараңыздар. Өйткені бұл жерде біздің шоколадымыз сұйық болғандықтан сурет салу да бізде оңай. Осылай барлығына біз сурет салып шығамыз. Біздің құлпынайымыз салқын, шоколадымыз әрдайым бізде жылы болу керек. Осылай салдық. Екінші жағына саламыз енді. Екеуі бір-біріне тиіп кетті, но ничего страшного. Жаңағы розовый шоколадымыз ақ шоколадпен сурет салғанша кішкене қоюлана бастады. Мен оны осылай жібітіп аламын. Одан кейін тексеріп алсаңыз да болады сразу. Салу оңай ма, оңай емес пе? Кондитерлік мешоктан оңай шыға ма, оңай шықпай ма, соны тексеріп аламыз бірінші. Шоколадты жақсылап отырып осылай араластырып аламыз. Енді құлпынайдың сыртына тура осы сияқты узор салатын боламыз. Бірінші точка, одан кейін осылай айландырамыз. Бұл жерде қараңыз, бұл розовый шоколадта более толстый болып шықты, я, кескеніміз. Тоже өте әдемі. Осылай барлығын істеп шығамыз қазір. Бірінші точка жасаймыз, одан кейін сол точкадан осылай айландырамыз. Тағы да точка екінші жағына, сол точкадан осылай айландырамыз. Енді бұл жерге ортасына точка жасап шығамыз. Енді бізде осындай молочный шоколад қалды. Қазір молочный шоколадымызды тексереміз. Міне қараңыздар, қатты астыңғы жағында бізде құлпынайымыз көрінбейді. Ең бірінші точка істейміз, одан кейін сол точкадан үстіге қарай круг жасай береміз.
одан кейін тағы да точка жасаймыз. Тағы да осылай араластырамыз. Енді ортасына осылай точкаларды салып шығамыз. Точкаларды салсаңыз болады, салмасаңыз болады, я ол өзіңіздің қалауыңыз. Қараңыздар. Тағы да артқы жағын көрдіңіздер, бұл бізде жаңа тиіп кетті, түк енді точка, одан кейін өстіп араласты айландырамыз. Круг жасадық, енді клопынайымды аудардым. Енді осылай точка салып шығамыз. Енді бұларды біздің узорымыз толығымен қатқанша, бұны біз тоңазытқышқа алып қоямыз 5 минутқа. Біздің құлпынайдың үстіндегі узорларымыз қатты. Енді мен оны осындай кондуринмен бояғым келіп отыр. Ол кондуринне қараңыздар, кондитерский магазинде сатылады, әртүрлі түстері болады. Осындай золотистый, серебристый, қандай сізге ұнайды, оны мен спиртпен осылай езетін боламын. Бір ыдысқа, бөлек ыдысқа, осындай ыдысқа кондуриннің кішкене бөлігін саламын. Соотношениесі негізі 3:1, яғни сіздер кондуринді 3 қоссаңыздар, оған 1 тамшы спирт қосасыз. Мен осылай кисточкамен салып аламын. Қараңыздар. Енді оның үстіне мен 1 тамшы осындай этиловый спиртті қолданамын. Кейбіреулер енді спиртпен жұмыс істемеймін дегендер, онда сухой кондурин жақсаңыздар болады. Ол қатты насыщенный болмайды, бірақ ол жағылатын болады. Немесе маймен істеп жатады кейбіреулер. Енді маймен істелінген кондурин ол қолға да жағылады, наборыңызға да жағылады, букетіңізге де жағылады. Онда лучше қолданбай қойыңыз, егер де сіздер спиртсіз істеймін десеңіздер. Қараңыздар, әлі кішкене ерген жоқ. Тағы да кішкене тағы 1 тамшы қосып жібереміз. Спиртті қатты көп қосып жібермейміз, және азды қоспаймыз. Яғни араласып тұрғанын көресіз. Жақсылап отырып осылай кисточкамен араластырамыз. Енді осындай бізде ерітінді шықты кішкене мөлшерде. Енді сомен мен осындай точкаларын бояп қоямын. Осы жерден басталған жерлеріне. Одан кейін мына точкаларды осылай бояп қойсақ болады. Осылай бояп қойсақ, менің ойымша әдемі көрінетін сияқты. Боясаңыз да болады, боямасаңыз да болады. Бұл жерде енді самый тонкий кисточканы қолдану керек деп ойлаймын, өйткені точкаларымыз да бізде кішкентай. Мен осылай боядым. Енді әрбір точканың үстін осылай бояп шығамын. Қараңыздар, өте әдемі, өте нежный болып шықты. Немесе бұның үстіне брызги дейді, брызгпен осылай шашыратып істесеңіз де болады. Енді бізде бұл жерде узор болғандықтан, бұл жерде аккуратно барлығын осылай әдемілеп бояп шығамыз. Кондуринмен бояғаннан кейін де біздің спиртіміз ұшып кету керек, яғни оны да кішкене кептіреміз. Кепкеннен кейін ғана оны наборға жинаймыз. Егер де біз жағып алғаннан кейін сразу қолымызға ұстасақ, ол, конечно, қолымызда жағылып, езіліп қалады. Сондықтан бояғаннан кейін обязательно кондуринді да кептіру керек. Ал енді коробка бойынша қараңыздар, кондитерлік магазинде осындай коробкалар сатады. Бұны жинау керек болады. Бұл коробка енді где-то 200 теңгеде тұрады, бірақ наборлар бұл жерде өте дешевый болып көрінеді. Яғни наборыңыз әдемі болып көрінсін десеңіз, онда сізге осындай прозрачный крышкасы бар коробкаларды алған дұрыс. Прозрачный коробкада сіздің наборыңыз одан да әдемі, одан да богато көрінетін болады. Сондықтан
мен барлық оқушыларыма даже набор, қандай да бір клубничный набор жасасаңыз или же плиточный шоколадпен набор жасасаңыз, онда обязательно осындай прозрачный крышкамен қорапты алған дұрыс. Мен Fortestан заказ беремін. Fortest KZ деген бізде инстаграмда бар. Бізде қазірше Қазақстан бойынша сол коробка жасайтындар бірінші орында деп айтса болады. Качествосы да жақсы, барлығы жақсы. Енді коробкамызды біз жинаймыз. Бұл жерде барлығы көрсетілген. Сол бойынша бұл коробкаларды осылай майыстырып шығамыз барлығын. Одан кейін қараңыздар, шет жақтарын жинаймыз бірінші. Одан кейін бұлай бұрамыз. Жиналуы өте оңай коробкалардың. Обязательно бұл коробкалардың биіктіктері 3-4 сантиметр болу керек. Одан төмен алмаңыздар, өйткені үлкен құлпынайлар симай қалады. Міне қараңыздар, бізде дайын. Енді крышкасын қазір жинаймыз. Осының крышкасы. Крышкасында обязательно бетінде пленкасы болады. Сол пленкасын алып тастаңыздар. Қолдарыңыз таза болсын. Кір қолдарыңызбен ұстасаңыздар, бұл пленканың бетіне сіздің саусақтарыңыздың іздері қалып қояды. Сондықтан қолдарыңыз таза болса, пленкада да сіздің қолыңыздың ізі қалмайды. Екі жағында осындай пленкасы бар. Сол пленкасын обязательно шешеміз осылай. Сол кезде прозрачный коробкамыз өте әдемі болып көрінеді. Бұл жерде тоже көрсетілген. Сол бойынша осылай барлығын майыстырамыз. Өте оңай. Майыстырдық барлығын. Шет жақтарында осындай заклепкалар болады. Сол заклепканы осылай кіргіземіз. Өзін кесілген жер болып тұр, көрсетіп тұр барлығы. Бірінші рет жинаған кезде кішкене түсініксіз, қиын болады, бірақ енді одан кейін қолыңыз үйреніп кетеді. Әртүрлі коробка, әртүрлі жасалған. Жерде кішкене сынып кетті, түгетпейді. Міне, коробкамыз дайын. Енді ішіне біз құлпынайымызды саламыз. Мен всегда ішіне бір қабат осындай тишу қағазын саламын, всегда саламын. Өйткені ол біріншіден жай ғана коробкаға сала салғаннан, осылай тишу қағазы салған, мен ойымша әдемірек көрінеді. Осы коробкамыздың размерімен бірдей қылып осылай кесіп аламыз тишу қағазын. Егер де ақ коробканы қолдансаңыздар, желательно, конечно, ақ осындай қолданған тишу. Егер де розовый коробка болса, онда розовый тишуді салыңыз. Коробкаңыздың ішіне байланысты жинасаңыз. Негізі енді самы ходовой қыздарға да, ұлдарға да, наборға, осындай үлкен кісілерге де ақ коробка более әдемі көрінеді. Енді құлпынайымыз толығымен қатты. Енді олардың барлығын біз осы наборға жинайтын боламыз. Әрбір құлпынайды осындай капсулаға саламыз. Капсуланың размері 8 сантиметр. Ол прям самый идеальный деп айтса болады. Көбінесе компьютерлік магазиндерде осындай ақ капсулалар сатады, немесе әртүрлі разноцветный. Мен өзіме, например, мужской наборға онда осындай қоңырқай капсуланы қолданған жақсы. Өйткені оны мен Wildberries'тан заказ бердім. Осындай кішкентай бөлігі где-то 1000 нәрсе теңге тұрады. Қараңыздар. Бұл бізде конфетке де келеді, құлпынайға да келеді. Өте әдемі көрінеді. Қазір сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Мысалы, міне біреуін осындай қоңырға салсақ, осылай көрінеді, әдемі көрінеді. Енді біз осындай капсулаларға біздің жаңағы жасаған құлпынайларымызды салып шығамыз. Салғаннан кейін осылай шпажкасын алып тастаймыз. Бұл жерде қараңыздар, егер де сабағы осындай қатты ұзын болса, оны осылай кесіп алып тастаңыздар. Одан кейін жинаймыз. Бірінші ряд, например, розовый болса, екінші ряд, например, молочный, үшінші ряд ақ. Солай жинаса болады. В разброс жинамаңыздар, әр түрлі қылып жинамаңыздар. Яғни жанына ақты қойып, одан кейін қараны қойып, одан кейін розовыйды қойып, үйтіп жинамаңыздар. Өйткені ол наборыңыз сізде әдемі көрінбей қалады, дешевый болып көрініп қалады. Сондықтан
әртүрлі түсте жазсаңыз, даже начинкамен жазсаңыз да осылай жасасаңыз әдемі. Начинка дегенде үстіне сеуіп істесеңіздер, иә, қараңыздар, үшеу бізде төртеу, бірінші рядты мен розовый қыламын, одан кейін екінші рядты, например, мен ақ қыламын, одан кейін үшінші рядты молочный қыламын, солай жинап шығамыз. Бұл жерде обязательно мән беретін, клубникаңыз аз, бірақ қорабыңыз үлкен болмау керек. Егер де солай болса, онда сіздің наборыңыз тағы да әдемі болмай қалады, Сондықтан всегда әртүрлі размерде коробкаларды алып қойыңыздар. Сол кезде сізде барлығы гармонично болады. Міне қараңыздар. Енді ақтарды жинап жатырмын. Осылай жинасаңыз өте әдемі. Барлығына узор салмай қойсаңыз да болады. Менің клиентім именно барлығына осындай узор болғанын қалады. Енді төртіншісін осындай молочный шоколадты салып шығамыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты, Қараңыздар, бізде осындай набор шықты. Барлығы өте әдемі, артық ашық жерлері жоқ. Енді бұны біз қорабын жабамыз сыртына. Енді бұл жерде лентамен қазір байлайтын боламыз. Негізі екі түрмен байлауға болады, бірақ маған ең экономный, ең ұнайтыны осы. Например, біз кішкене бөлігін осылай алдық, шет жағынан осылай байлаймыз. Бізде сонда лента да көп кетпейді, қараңыздар. И набордың бетін де жауып тастамайды, Өте әдемі көрінеді. Осылай шет жағына жасаймыз, бантикті байлайтын боламыз. Міне қараңыздар. Осындай набор бізде пайда болды. Артығын кесіп тастаймыз. Бұл жерге логотипін жабыстырып қойсаңыз болады, немесе пожеланияларын, открытканы жабыстырып қойсаңыз да болады. Узор салудың тағы бір түрін көрсеткім келіп отыр. Ол үшін біз алдыңғы техникадағы сияқты бірінші точка салып аламыз, бірақ құлпынайдың үстіңгі жағынан бастаймыз оюымызды, және оны астыңғы жағына тағы бір ою салумен аяқтаймыз. Тура осындай техниканы сіздер сразу құлпынайға салмай, бағанағы көрсеткен сияқты тарелканың үстіне немесе қасықтың үстіне осылай жасап көріңіздер. Одан кейін жақсы шыққаннан кейін ғана құлпынайдың үстіне салып шықсаңыздар болады. Бұл узорда өте әдемі көрінеді. Осылай шет жақтарына точкаларды салып қойсаңыздар, бұндай узор өте богато, өте әдемі көрінеді. Тура осындай узорды клубника в шоколаде осыған жасаса да болады, немесе финики в шоколадеға да жасауға болады. Қарап отырсаңыздар, менде екі түстен узорларымен, ақ түспен, молочный түсте, розовый түсте узормен, ал қалғандарына мен кокосовый стружканы, одан кейін әртүрлі дробленный орехтарды сеуіп қойдым. Одан кейін қазір осы оюларды салғаннан кейін набор жинайтын боламыз. Орехтарды, кокосовый стружкаларды біз шоколадқа құлпынайымызды матырғаннан кейін, ол бетіндегі шоколад қатпай тұрып, осының үстіне кокосовый стружканы сеуіп шығамыз, немесе дробленый орехтарды, немесе сублимированный малина, қандай да бір ягодалар болса, соны сеуіп шықсаңыз болады. Енді қараңыздар, набор жинай үшін мендегі коробканың размері 19-19, биіктігі бізде 4 см. Енді алдыңғы айтылған набордағы сияқты бірінші мен молочный түсті бір келкі болып қойып шықтым, одан кейін ақ түсті, одан кейін розовый түсті. Сол кезде бізде наборымыз более әдемі, более собраны болады.